Бізде бүгін терморегулятор жайлы ақпарат болады. Қолдану, яғни біздің инкубаторларда терморегулятор XHW3002 деген моделі тұрады, 3 кнопкалық. Бұл жерде 4 функция бар, яғни бізде меню, сет, плюс, минус, көбейту, азайту не болмаса. Мысалы, сетпен басамыз, менюларға кіреміз. 0-ші меню, 1-ші меню, 2-ші меню, 3-ші меню, үстіп 4 функциясы бар. Яғни P0-іміз бізде қазір заданы 37-7. Яғни каждый функцияға кіру үшін мына сетті басып кіреміз, сетті басып шығамыз. Келесі функцияға ауысу үшін көбейтеміз, P1-ге кіреміз, P1-ден шығамыз, P2-ге кіреміз, шығамыз. Яғни әр функция өзінің қызметін атқарады. Біздің жағдайда P0 дегеніміз бұл нижний предел температуры, төменгі температура. P0-іміз. Мысалы, P0-іміз бізде 37-де 7 тұр. Оның керегін қоямыз. Мысалы, негізі 37-де 7 болу керек. P0 дегеніміз. P0-ге сол менюді басамыз да кіріп, көбейтеміз, азайтамыз. 37-де 7. Келесі P1, яғни өшетін температура бізде 37-де 8 тұру керек. Көбейтеміз, азайтамыз, өзіңіз қойып аласыз 37-де 8-ге. Келесі P2 деген режим, бұл калибровка датчика дейді. Яғни цветпен кіреміз. Мына жерде біз эталонный приборлармен әр инкубаторларды калибровать етеміз. Яғни мына инкубатордың жағдайында минус 0,4. Яғни погрешность датчиктің минус 0,4. Оны кіремізді, сетті басамыз, P2-ге кіреміз, сетпен минус 0,4 жасаймыз. Бұның плюс 4-і де бар. Көріңіз? Сол үшін мына жерде қатты мән беріңіздер. Минус деген болса, значит, минусқа қарай жүреміз. Үстіп қоямыз. Өз автоматически запоминать етеді. Келесі P3-іміз режим ожидания включения дейді. Яғни бізге керек емес бұл. Ол әрқашан 0-да тұру керек. Тағы да қайтадан функцияларға кіріп шықсақ, мысалы, сетті бастық P0. P0-ға кіреміз, 37-де 7 тұру керек. Келесіміз P1-ге барамыз. P1-іміз 37-де 8. Келесі P2 калибровка датчика дейді. Яғни ручкамен жазылып тұрса, мына жерде P-0,4. 0,4-ті қойдық. P2-мізге 0,4-ті қойдық. Келесі P3. P3-іміз 0-де болу керек. Барынша тезірек әрекет жасасаңыздар, қайта-қайта кетіп қалмайды. Мысалы, ендігі екінші жағдай, мына жерде заданный температураны қалай көруге болады. Мысалы, ортасын бассаңыз, және P0-іңіз 37-де 7 деп тұр екен. Келесісін бассаңыз 37-де 8. Яғни осы екі ортада жүру керек температура. Кей жағдайда болады, сетті басып тұрған кезде 3/8 шығады, заводской настройкасына сброс болып қалады. Немесе мына екі кнопканы басып қалған кезде бірге заводской настройкаға түсіп кетеді, байқасаңыздар. Ондай жағдайда көріңіздер 25-40. Ондай кезде қайтадан настройка жасаймыз, және P0-ға кіремізде 37-де 7-ні қоямыз. 37-де 7 бол керек. P0-іміз әрқашан, P1-іміз 37-де 8. P2-іміз біздің жағдайда минус 0,4. P3-іміз 0. Автоматически сохранить етіледі. Свет өшіп қалған жағдайда да сброс жасалынбайды. Өзінің памятінде сақталынады, энергонезависимый. Яғни терморегулятор істеп тұрған кезінде, мына жерде out деген лампочка тұрады. Мына жерде көк лампочка, кей кезде қызыл лампочка болады. Ол жанған кезде біздің нагревателіміз, спираліміз қызады. Осындай 3 кнопкалық терморегулятор. Set, плюс, минус. Түсінікті. P0-іміз әрқашан P1-ден төмен болу керек. Сол кезде бізде нагревқа жұмыс істейді, жылуға. Ал енді P0-іміз P1-ден жоғары болса, онда наоборот жұмыс жасайды. Охлаждениеға жұмыс жасайды, суытуға яғни. Осындай терморегулятор жайлы ақпарат. Тағы да бір өтіп кетейік. P0-іміз бізде 37-де 7, P1-іміз 37-де 8, P2-іміз, енді мына жерде жазылып тұрады, әр инкубатордың өзінің калибровкасы болады. Минус 0,4. P4-іміз, P3-іміз, кешіріңіздер, 0 болады.